Қазақстанның демографиясы тұралап қалды. Бұған бірден бір себеп шет мемлекеттен қоныс аударған қандастар көшінің азаюы. Жат елде қанымыз 7 миллионға жуық қазақ қаңғырып жүр. Оларды елге көшіріп алайық десек, бірде-бір бағдарлама жоқ. Халық санының көбеюі экономикаға әсер етеді. Бұл бірінші кезекте Қазақстанның басқа елдің алдындағы беделін көтереді. Көрген дұрыс көрермені, келесі бейнематериалымыз қандастар жайына арналмақ. Ендеше қазақтың баласы елінде өссін дегенді қолдайтындарыңыз бар болса, бұл жазбаны көрген дұрыс. Арнаға жазылып, жасаған дүниемізге қолдау білдіре отырыңыздар. Лайықты деп тапсаңыз, лайк бассаңыз да болады. Қайнарымызға салам деді. Байрам деген бір қайным бар менің, Қазақстанда. Соған көп сәлем айтарсың. Тәуелсіздік алып етек жеңімізді жия бастағанда елге қандастарды қайтару мәселесі күн тәртібінде тұрды. Кей деректерде бұл Назарбаев елдегі қазақ ұлтының санын толтыру үшін жасалған саясаты деген ақпарат бар. 30 жылда Қазақстанға 1 миллионнан астам шетелде жүрген қандастар келген. Алғашқы легі 1991 жылы отанына оралды. Атақонысқа көшкендердің 59%-ы еңбекке жарамды. Жартысының жоғарғы және кәсіби білімі бар. 38-де 9%-ы жалпы орта білімді және 1-7%-ның білімі жоқ. Бұл дегеніміз жұмысшы тап, одан кейін экономикалық кіріс. Тетігін тапқан басшыға осынша халықты елге әкелу экономикалық кіріс. Бірақ бұған үкіметтің күші жетпей тұр. Соңғы жылдары Қазақстанға келушілер емес, кетушілер көбейген. Сенатор еш жиып шетте қалған отандастарымызды қайтарғанның орнына қаңғыртып жатырмыз дейді. Не үкіметтен жөнді бағдарлама жоқ, не қолдау жоқ. Одан қалды 1900-2000 жылдар ішінде қаншама жетімді шырылдатып шетелге асырдық. Олардың аты жөні жайлы ақпарат та жоқ екен. Ресми деректерде өзге елде 4 миллионға жуық қандас бар. Бейресми деректер 7 миллионнан астам қазақстандық басқа елде сандалып жүргендігін айтады. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген санаққа сай 800 мыңнан астам қазақ Еуропа елдерінде шашырап жүр. Оларды елге қайтарайын десе, қазақ етіп тану мүмкін болмай тұр. Сол үшін қазір Қазақстанға бірінші тарихын түгендеп, сыртта жүрген отандастарын қайтарудың қамын ойлау керек дейді. Тарихи отанына оралған қандастарымыздың азаматтығын алуды жеңілдету, көшу үшін арнайы жағдайлар жасау, әсіресе солтүстік өңірлерде көтермелеу жәрдемақыларын төлеу, тілдерді үйрету, жоғарғы оқу орындарына қабылдау, үй кезек мәселелерін шешу жақтарын қарастыруды сұраймыз. Отанына орала алмай жүрген қандастардың қаны бұзылып, одан қалды өз ұлтын ұмытып бара жатыр. Салт дәстүрі де ұмыт болып, қазақ еліне еңбегі сіңер, ұрпағы осында көбейетін диаспорадан айырылып жатқанымыз рас. Бос жатқан жер жау шақырады. Сайындаламыз қаңырап тұр. Қазір бұл елге өз қандастарды орналастырмасақ, ақша көрсетсе жылмыңдап кететін шенділер саудаға салуы әбден мүмкін. Халқы тығыз елдердің ішінде Қазақстан 9-шы орында екен. Ал демографиялық көрсеткіш бойынша 2 есеге ғана артқан. Бұл өте аз. Жыл сайын мемлекеттік тапсырыс аясында отандастар қорына республикалық бюджеттен бар болғаны 650 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінеді. Алайда бұл қаражат Өзбекстан Республикасында ватандошылар ұйымының бюджетінен 3 есе, Түркия ОТВ мемлекетінің бюджетінен 29 есе, және Ресейдің Россотрудничество мекемесінің бюджетінен 58 есе аз. Елге оралған оралмандардың басым бөлігі Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Түркменстан, Ресейден ауған. Тіл мен діннің тазалығы тұрғысынан қандастардың Қазақстанға қосқан үлесі ерек. Одан бөлек Қазақстан демографиялық өсімді дұрыстай алмаса, шетелдің назарын аудара алмаймыз. Инвесторда тарту қиын болады, әрі мемлекет ретінде басқа елдің мойындауы да күрделі процесс. Өйткені әр елдегі халықты біреу күш ретінде көрсе, бизнесмендер капитал ретінде қарастырады. Ең бірінші кезекте шетелдегі қазақтардың тарихи отанына оралуы ел тарихын түгендеуге үлкен көмек. Көрген дұрыс көрермені, мұны сізде байыбына барып бағамдап көріңіз.